Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жұмсақ әрі оп-оңай жасалатын өте дәмді рулетик дайындайтын боламыз. Бұл рулеттің құрамы өте қарапайым, барлық үйден кездесетін ингредиенттерден жасалады. Жұмыртқа, қант, ұн болса болғаны. Жұмыртқаға қантты салып, одан кейін қалауыңызша ванилин қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, блендермен немесе миксермен араластырып аламыз көпіргенше дейін. Одан кейін ұнға қопсытқышты салып қойдым. Шетінен салып жақсылап тестосын дайындап аламыз. Араластырып отырып саламыз ұнымызды. Оған шейін духовкамызды қыздырып қойсамыз болады. Осылай пергамент қағаздың үстіне төсейтін боламыз. Бәрін біркелкі етіп жайып алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта бисквитіміз пісетін болады. Ал піскеннен кейін осылай пергамент қағазын ыстық күйінде алатын боламыз, кері айналдырып аламыз. Оп-оңай алынатын болады. Және де ортасына кез келген варенье немесе джемді салатын боламыз. Мен малина вареньесін қостым. Бұл варенье бойына сіңіп өте дәмді болып шығады. Одан кейін орайтын боламыз, ал үстіне сахарный пудрамен әрлеп, және де кез келген жемістерді әдемілік үшін қойсаңыздар болады. Немесе шоколадты ертіп өрнектесеңіз болады. Достар, бұл рецепт маған өте қатты ұнады, және оп-оңай жасалатындығы, қарапайымдылығы қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Және де достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Келесі тәтті рецепттерде кездескенше.